Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры жыл соңына дейін Астанада 40 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға бермек. Қолжетімді баспана бағдарламасы аясында салынған пәтердің шаршы метрі Астана мен Алматыда 1600, ал өзге өңірлерде 1300 теңгеден. Алдағы айда Шығыс тұрғын үй кешенінің құрылысы аяқталып, әкімдікке тамыз айында хат жолданбақ. Одан әрі әкімдік тұрғын үй кезегіндегілерге пәтер үлестіруі тиіс. Кезегі келгендер төлем қабілетін дәлелдей алмай, баспана артылып жатса, пәтер интернет арқылы үлестірілетін болады. Бастысы берілетін үйдің төлем ақысы тұрақты. Бұл баға өспейді. Осы 1600 теңге сол бойынша қалады. 10 жылға ма, 15 жылға ма, сіздің келісім отырғаннан кейін біз оның бағасын қарамаймыз. Бұл баспаналар орта кластағы, табысы жоғары жас отбасыларға арналған. Кірісін дәлелдеп үйлі болғандар бірден алдын ала 3 айдың төлемін салуы керек. Бұл келешекте отбасы қаржылық қиындықтарға тап болып, қауқарсыз болған жағдайда 3 ай осы төлем есебінен амалдай тұруына сеп. Құрылыс нарығын терең зерттеген Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры дер кезінде шара қолданып, бұл баспаналардың девальвация әсерінен қымбаттауының алдын алған. Біз әдейі мына шетелден алатын құрылыс материалды оны былтыр алғанбыз. Мына біздің доллар 150 болғанда. Сол кезде біз мына лифт, санфаянс, содан кейін мына әйнектер бәрін сатып алғанбыз. Содан кейін бүгін девальвация болғаннан кейін біздің құрылыстың бағасы өскен жоқ. Таяуда тапсырылатын Шығыс тұрғын үй кешенінде 768 пәтер бар. Соның алғашқы кезегіндегі баспаналарда қазан-қараша айларында қоныс тойы тойлануы мүмкін. Ал екінші кезеңі желтоқсан айында тапсырылып, пәтер иелері келер жылдың көктемінде анықталады. Алғашқы лекте баспананың 20 мың шаршы метр тапсырылады деп күтілуде. Ал келер жылы қолжетімді баспана бағдарламасымен 150 мың шаршы метр тұрғын үй салынады. 2016 жылда осы қарқын сақталып, бой көтерген баспананың жалпы көлемі 600 мың шаршы метрге жеткізілмек. Одан соң Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры жаңа стратегиясына сай коммерциялық жобаларға бет бұрады.